Қазақстанда ұстаздар күні мерекесі 5 қазан күні болып ресми түрде бекітілді. Астана 26 қыркүйек АГ. Қазақстанда ұстаздар күні мерекесі 5 қыркүйек күні болып ресми түрде бекітілді деп хабарлайды оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі. Биыл алғашқы рет ұстаздар күнін тойлау күні 5 қазан болып бекітілді. Еске салайық, Қазақстан Республикасының үкіметіне тиісті қаулы қабылданған болатын деп хабарлайды ведомствода. Бұл датаны мерекелеу дүниежүзілік мұғалімдер күнімен сәйкестендірілген. Тиісті басқарманың мәліметінше, бұл күні елорда мұғалімдерінің республикалық съезі өтеді. Оған еліміздің барлық аумақтарынан 700-ге жуық ұстаз қатысады. Сайттарда мұғалімдер озық тәжірибелерімен және халықаралық тәжірибемен бөлісе алады делінген хабарламада. Айта кетсек, бүгінде Қазақстанның білім беру саласында 500-ге жуық мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беру педагогі жұмыс істейді. 4 жыл ішінде педагогтердің жалақысы 2 есе өскен. 220 мыңға жуық мұғалімдерге тағайындалған санаттарына қарай 50%-ға дейін үстемақы төленіп жатыр. Өндірістен қабылданған техникалық және кәсіптік білім беру педагогтері жалақысына 35%-ға дейін қосымша ақы төленді. Осы жылдың қыркүйек айынан бастап 97 мың мұғалімнің жалақысы тағы да 30%-ға өсті деп хабарлайды оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.